Үшінші модульдің кезек сабағына қош келдіңіздер. Сіздер осыған дейін MVP продукттың біріншісін жасадыңыздар, және ол продукт нарықты тестілеуге арналған болатын. Сіздер осыған дейін сайт жасауды, марафон сайтын жасауды, AutoPage'тегі видеоның сценарийін және лид магнитті неден тұратынын білдіңіздер. Енді келесі сабақта сіздер MVP продукттың екінші түрін, ол бізге ұсынысты зерттеуге арналған. Бұл воронка бізге тез эффект бере алады және құрастырылуы да жылдам, тек вебинардағы бір сату қабілеті керек болады. Олай болса біз бастайық. Так, бізге екінші воронканы сызу үшін бар жоғы үш-ақ нәрсе қажет. Бұл біріншіден бізге конвертер, яғни сайт, основной сайт, бұл тегін вебинардың сайты. Бірақ блоктан тұруға болады. Ол блок мына жерде оффері, спикердің суреті, басалатын уақыты, негізгі батырма. Мына батырманы усилять ету үшін, яғни батырма барынша басымды болу үшін, біз батырма басқан адамдарға бонус бере аламыз. Яғни дәл қазір басып, мына бонусты, мына чек-листі жүктеп ал деп. Мына батырманы басқан адамдарды біз Telegram каналға жинаймыз. И сабақ мысалы 21:00-де болатын болса, 21:00-ге дейін біз контент береміз. Видеомен шығасыз, текст беріңіз. 21:00-ден бастап отырып, бізде рассылкалар кетеді. Мысалы 20:30-да сабақтың басталуына жарты сағат қалды, 20:50-де, 20:55-де, 21:00-да, 21:10-да деген сияқты массовый рассылкалар бізді вебинарға алып келеді. Вебинарды сіздер бастапқы этапта Instagram парақшасында жасасаңыздар болады. Яғни сіздер Telegram каналы арқылы рассылкалармен Instagram өтетін аккаунттың былай айтқанда сілтемесін бересіздер. Енді құралу үшін көріп тұрғандарыңызда ешқандай ауыр ештеңе қажет жоқ. Бір беттік сайт, Telegram канал, контент және Instagram парақшаңыз. Мына сайттың примері ретінде мен сіздерге осы сабақтың астында сілтемесін қалдырып кетем. Өзіміздің онлайн продюсер сайтының вебинарға арналған дайын прототипі. Соған қарап жасасаңыздар болады. Так, енді бізде мына жақтағы ең басты нәрсе бұл Инстаграмдағы сату. Мынаның барлығы техникалық оңай нәрселер. Сіздер мына сайтқа трафикті креатив арқылы алып келесіздер. Креативтер арқылы. Ол баннер болуы мүмкін, ол видео болуы мүмкін. Барлығын MVP запуск кезінде барлығын қиындатпаңыздар, керісінше аз шығынмен көбірек эффект алуға тырысыңыздар. Енді біздегі ең басты нәрсе, ең маңызды нәрсе бұл Инстаграмдағы сату. Инстаграмда сата білу үшін сіздерге жалпы сатудың основной сутін психологиясын түсіну қажет. Оны былайынан түсіндірейін. Сізге келген адамдар жарда тұрған клиент секілді. Мынау сіздің жардағы клиентіңіз. И олар мынау бұлт делік, мынау сіз. Сату бұл бір адамды сіздің сеніміңізге көндіру, яғни мына продукт эффект береді дегенге көндіре алу, мына машина бұзылмайды дегенге көндіре алу, яғни көндіру қабілеті негізі сату болып есептеледі. Енді сату дегеніміз, қараңыздар, Инстаграмдағы сату мына клиентке мына жардан секір дегенмен тең. Сіз оған айтасыз, все, давай жардан секір, ол клиент секірмейм дейді. Ол басында ол нормальный нәрсе. Себебі бұлттың астында не бар екен білмейді. Бұл жерде құласа бір жегі мертігіп қалама деп ойлайды, или бір жерім сындырып алама деп ойлайды. И ол клиенттің қорқынышы нормальный қорқыныш. Біз оған неше түрлі триггерлармен, неше түрлі сату психологиясымен оны секіруге көндіріп жатырмыз. Секір дейміз. Сіз пока клиентті ешқалай көндіре алмайсыз, себебі мына жерде не бар екенін білмей тұрып.
Егер сіз мына жерде су бар екенін білсеңіз, батут бар екенін білсеңіз делік, батут делік, онда сізге клиентке сату уже жеңілірек болады. Себебі сіз айтасыз, вот, қорықпай секір, мына жерде су бар, мен сені күтіп алам, мына жақта батут бар, ничего страшного, өзім секір көргем деген секілді айтсаңыз, сату оңайырақ, көндіру жеңілірек болады, согласитесь. Бірақ енді мына нәрсе инфобизнеста не? Судың ролындағы нәрсе не? Бұл сіздің өніміңізге деген өзіңіздің сеніміңіз. Яғни сенім, өнімге деген сенім. Егер сіз өзіңіздің өніміңізге сенімді болсаңыз, және оны клиентті белгілі бір точка А-сынан точка Б-сына дейінгі трансформация жасауыңызға өніміңізге сенімді болсаңыз, онда сізде негізгі сатылымнан проблема болмайды. Себебі адам өзінің өніміне сенім болған кезде, ол келесі адамды өзі психологиялық деңгейде көндіре алады. Мынаны ал, қорықпа, себебі мынадан кейін мынандай нәтиже аласың деп. Адам қандай жағдайда сата алмайды, когда өзі сатып жатқан нәрсеге сомнение болатын болса, сенім болмайтын болса, ол қандай жақтан триггерлар қолдансын, қандай жағдайдан клиентке психологиялық атакалар қолдансын, бірақ өзінде өнімге деген сенім болмағандықтан ол клиентке ол сенімділікті жеткізе алмайды, және ондай жағдайда конверсия сатылымға өте төмен болады. Мынау жалпы концепциясы. Мынау екінші модуль. Бұл тегін вебинар арқылы тестленетін воронка. Бірінші трафикті тегін вебинарға жүктейміз, Telegram каналмен күтіп аламыз, и Instagram парақшада өзіміздің өнімімізді сатып көреміз. Және алдағы модульдарда біз мына сату сценарийін толыққанды циклға жығып, әр этапқа жеке-жеке тоқталатын боламыз. Дәл қазіргі кезде сіздерге бұл воронка біріншіден сіздерге жылдам эффект алу үшін, екіншіден эксперттеріңізді уже камераға шығып, сөйлетіп, үйретіп, камераның алдындағы қорқынышты жеңуге үлкен көмегін тигізеді. Біз мына әрбір инструменттерге жеке-жеке тоқталайық. Оның ішінде не болады? Бірінші креатив. Креатив бұл сіздің клиентіңізбен жасалынатын ең алғашқы касание, яғни креативтің сапалы болуы, бұл ары-қарайғы сатылымның енді негізгі 80% осы жерде жатыр. Креатив қандай болу қажет? Креатив бірден клиентті назарын аудартып алу қажет, яғни AIDA деген технология ол бүкіл жерде қолданылады. AIDA ол вебинардың сайтында да, AIDA мына жерде де бар, AIDA вебинардың өзінде де бар. Яғни біз бірінші клиенттің назарын аудартып алуымыз қажет. Біз attention, бірінші AIDA деп жазып алайық. Яғни attention, назар аударту. Назар. Бұл бірінші қадам. Хей, тоқта, или стоп, до конца көр деген сияқты креативтегі бірінші айтылатын нәрсе, клиент Инстаграмда листать етіп жатқан кезде тоқта қалу қажет. Яғни 1-2 секундын ұста қалуымыз қажет біз. Екінші, оны қызықтыруымыз қажет біз. Бұл екінші қадам. Клиентті қалай қызықтырамыз? Біз оны больмен қызықтырамыз. Яғни больдарын айтамыз. Сен Инстаграм арқылы табыс таба алмай жүрсің ба? Или сол жердегі өзіңіздің клиенттеріңіздің больдарыңызды айтып шығасыздар. Мысалы, табыс жағдайынан айтатын болсақ, сен бір айлыққа жұмыс жасауға шаршадың ба? Инстаграм арқылы, Инстаграмда отырасың, бірақ табыс табуды білмейсің ба? Или, скажем, жаңағыдай арықтау марафоны болатын болса, қайта-қайта арықтайсың, салмақты қайта-қайта қосып алып жатырсың ба деген секілді клиенттің болын айтамыз, который біз продуктпен шешейін деп жатқан, вебинармен шешейін деп жатқан. Үшіншісі, қалауын оятамыз. Қалауын қалай оятамыз? Бұл жерде сіздің неңіз сатылады, регалиеңіз сатылады. Мен, мысалы, Нұрданұлы Мұхит, Инстаграм арқылы сатудан практик, бір запускпен 50 миллион теңге түсірген эксперт, саған арнап, осындай нәрсе дайындадым деген нәрсе, бұл қалауын ояту. И кішігірім вебинарда болатын нәрсені айтып береміз. Мен саған бүгін 2 сабақта дейміз да вебинардың офферін айтамыз. Вебинардың оффері. Бүгінгі кешкі сағат 21:00-де болатын сабақта Инстаграм арқылы 300 000 теңге табудың негізгі 3 қадамын бар болғаны 2 сағатта үйретем. Бұл қалауын ояту. Төртіншісі, уже әрекетке шақыру.
біз адамға міндетті түрде бұйырып айтуымыз қажетпіз, себебі бұйрық раймен жасалынатын нәрсе адамды подсознательный деңгейде, бұл уже нейромаркетингке қарай кетіп бара жатырмыз, ол клик жаса десең, адамның клик жасау шансы әлде қайда көбірек. Сондықтан төртіншіде call to action, яғни әрекетке шақырамыз. Дәл қазір подробнее батырмасын басып, сайтқа өтіп, заявка қалдырыңыз. Кешкі сабақта жолыққанша деп. Мынау креативтің, негізгі креативтің мысалы. Бұны түсіру үшін сіздерге желательно креативті екіге бөліңіздер. Мына жаққа жазайын. Креативті екі кадрға бөліңіздер. Басындағы болмен назар аудартуын бір кадрдан түсіріп аласыздар да, соңындағы решение регалий мен call to action біреу болады. Регалий мен call to action біреу болады. Яғни, мынаның арасында переход болады. Яғни, мынандай креативтерді қазір елестетіп көріңіз. Больдардан сіз бірнешеуін түсіріп тастайсыз, сразу бір түсірген кезде. Сәлем, сен Instagram арқылы табыс таба алмай жүрсің ба деген бір кадр, бір боль болады. Сәлем, сен айлыққа жұмыс жасап жүрсің, қалай қосымша табыс табу көзі саған қызық па деген мысалы екінші боль болады, тура солай 2-4-5 секундтан 3-4 кадрдағы бөлек-бөлек больдарды салып аласыздар. И регалий біреу болады. Олай болса, мен Нұрдан Мұхит Instagram арқылы сатудан проекте саған бүгін кешкі сағат 21:00-де қалай Instagram арқылы сату керектігін үйретем деген бірақ боль болады. Бірақ решение болады. Решение. Яғни мына 3 пен 4 деген ғой мына жерде. Сонда сіз мына екеуінің комбинациясы арқылы сразу 4 креатив аласыз. Бірден 4 креатив аласыз және тестке ол керек болады. Соның ішінен қай больдің өтімді болғанын білу арқылы біз сол больға продукты түзей аламыз, вебинардың тақырыбын сәл өзгерте аламыз, и сол больдің креативтердің санын көтере аламыз. Сонымен біз сататын креативтің қандай болу керектігін түсіндік. Енді вебинар сайтын толыққанды тағы бір қарастырып шығайық. Вебинар сайтын жасаудың екі түрлі жолы бар. Біріншісі сіздерге кәдімгідей 4 блок қажет. 4 блоктан тұрады. Ол блок біріншісі оффер жазылған өзінің оффері бар, сіздің суретіңізбен тұратын оффер бөлімі. Екіншісі кімдерге арналатынын түсіндіру. Кімдерге. Үшіншісі не алатынын айту. Не алады, яғни сіздің клиентіңіз. И не істеу керек. Яғни тіркелу үшін не істеу керек деген 4 блоктан тұрады. Бұл реализацияға сәл ұзағырақ кетеді. Сондықтан негізі мен сіздерге мынандай совет беремін. Сайт мынандай бірақ беттік болсын. Вебинар сайтын адам тез шешім қабылдайды. Вебинар сайтында ұзақ ойланбайды. Сондықтан бірақ целевой действие болған дұрыс. Ол сіздің офферіңіз, офферіңіз текст тұрады. Мына жерде тегін мастер-класс деген не болады? Мысалы тегін де қойын, түсінікті болу үшін. Мына жақта уақыты тұрады. Уақыты. Сіздің суретіңіз, регалиіңіз, сіз кімсіз, регалий и батырма, тіркелем деген. И мүмкін болса, мына жерге видеоның батырмасын қойға болады. И видеоның батырмасын қойып, видеоның ішінде сіз мына сұрақтарға жауап бересіз. Яғни ол кімдерге арналатынын, не алатынын және не істеу керектігін видеода түсіндіресіз. Қалған нәрсенің барлығы осы бірақ бетте болады. И бұның мақсаты адам кірген кезде ақпаратты тезірек алып, тіркелем батырмасын басып, келесі этапқа өту қажет. Ұзақ уақыт оны сайтта ұстаудың, ұзақ уақыт сайтта ойландырып отырудың бізге қажеті жоқ. Сонымен сіздер сататын сайттың қандай болу керектігін білдіңіздер. Ендігі бізде бас нәрсе бұл Telegram бот немесе Telegram канал. Бастапқы этапта бізге қазір Telegram канал қолданамыз. Негізгі мақсаты Telegram каналдың, егер сіз сайтта мына жерде бонус берем десеңіз, тіркелгенің үшін бонус берем десеңіз, Telegram каналға тіркелген адамға бірінші сообщение ретінде уәде етілген бонус берілу қажет. Жаңағы вебинар сайтында уәде етілген бонусымыз міне, ал деп. И қалған екінші, үшінші тексттар бұл
біріншісі кешкі вебинарда не айтайын деп жатсыздар, соның мынандай мазмұны болса, жаңағыдай бүгінгі кешкі сабақта сіздер мына нәрселерді білесіз деген бір кішігірім кіріспе дейік, солай атайық. Үшіншісі, бұл өзіңізді сатасыз. Мен кіммін деген. Немесе, мына уже андай нишаға байланысты да, мына екеуінің орнын ауыстыруға болады. Бірінші өзіңіздің кім екеніңізді, потом кешкі сабақта не айтатыныңызды орнын ауыстырып көріңіздер. Яғни бұл тест. И ары қарайғы бір примерно 5 пен 10-ның арасындағы сообщениялар, бұлар рассылкалар. Біз бұл арқылы сілтеме жібереміз. Яғни Инстаграмның сілтемесін жібереміз. Инстаграмға бізге максималды түрде адамдарды кіргізу қажетпіз. Яғни Телеграмның негізгі мақсаты вебинардан сабаққа қатысқысы келіп кірген адамдарды қыздырып, кешкі сағат 21:00-де болатын тегін сабаққа дайындау және естеріне салу и міндетті түрде кіргізу. Сіздер бұл сабақта ұсынысты зерттеуге арналған воронканы толыққанды жасауды үйрендіңіздер. Әрбір элементіне жеке-жеке тоқталдық. Міндетті түрде жасаңыздар. Енді келесі сабақта біз осы воронкалардың мәліметтерімен жұмыс жасауды үйренетін боламыз. Яғни әр цифра бізге не айтады, және ол цифраны қалай қабылдауымыз қажетпіз, және ол цифрамен дәлше қалай жұмыс жасауымыз қажетпіз. Яғни толыққанды аналитикаға қарай кіретін боламыз.